Мысалы ер азамат біреудің қызын алғаннан кейін ол қыз тамақ жоқ, баратын жер жоқ болғаннан кейін тұрмысқа шығып жатқан жоқ қой. Ол сол жігітке сеніп келіп отыр ғой. Ана әйел келіп үйленеді да перзент туады ғой. Сол кезде ер азамат әйелдің ана баланың қырқынан шығару деген нәрсе бар ғой. Баланың қырқынан шығару деген балаға дымға қатысы жоқ қой ол. Әйелдің 40 күндік тазалықты айтып отыр ғой жерде. Сол кезде еркек ана әйелді қорғау керек екен ғой байқұс. Неден қорғау керек? Кімнен қорғау керек? Бірінші жын шайтандардан қорғау керек. Өйткені әйел таза емес, жын шайтандар үйіріледі. Ана үйде Құран оқылып тұру керек. Анау. Екінші, ол әйел босанғаннан кейін 40 күннің ішінде үйге ана еркек өзінің жақын сөз өтетін адамдарды ғана шақыру керек 40 күннің ішінде. Кім? Ғалеке, сіз бәйбішеңізді жіберіңіз. Келіп үйіміз тазалап беріп кетсін. Ана тамағын істеп берсін, киімін жуып берсін. 2 күннен кейін Елекең үйінде келін келіп жәрдем берсін деген сияқты. Ал басқа бықбай-тықбайларға 40 күннен кейін келесің қонақ болып. Олар келіп анау төрде отырып ішіп жеп кететін қонақтар бар ғой. Олар 40 күннен кейін келесін десіңдер. Оған олар керек емес. Ондай кісілер келгенде менің әйелім босанып жатқан менің әйелім тұрып шай қою керек, тамақ істеу керек. Ана кісілер күтіп алып шығарып салу керек қой. Ол 40 күнге дейін еркек әйелдің жағдайын жасау керек. Қой сойып, қой сояды ғой ақиқа ше. Соны бір адамдар да келеді тамақ береді. Ол қой оған емес қой ол. Ол әйелдің ана бала туған әйелдің сүті көп болу үшін, сүйектері өз қалпына келу үшін, күш жинау үшін, терлеп, денедегі суық кетіп, бойын реттеп алу үшін ғой. Енді қараңыз, Елеке, біз қатарлы жігіттердің мен кепіл бола аламын да, көбісінің тісі түсіп қалған әйелдердің. Сай сүйек сырқырап жүр. Неге? Сол бала туған кезде 40 күнде күйеуі не қылмады? Күтім жасап бере алмады ана әйелге. Содан қазір сүйектері ұстай алмай, тісі түсіп быт-шыт болып жатыр қазір мысалға. Әшейін біреуін ғана айтып жатырмын мен. Бабаларымыздың салтында неге жаңа сіз айтып отырсыз ғой, келін балалы болғаннан кейін бірақ келген 4 күнде деп тұрмысқа шыққаннан кейін ше. Сөйтсек сол заманның әйелдері, сол заманның қыздары 4 күніне қарның қан бітіп келуге ұялған екен ғой. Әкесінен, ағаларынан, елдегі ақсақалдардан сөйтіп қарның қан бітіп келуге ұялып, босанғаннан кейін бірақ келеді екен ғой жаңағы кішкентайымен ше. Яғни қандай керемет.